Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ және үлпілдек болып шығатын синнабон дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жылы сүтімізге дрожжамызды салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң 4 ас қасық ұнымызды салып, бетін жауып, бөлме температурасында 15-20 минутқа қалдырамыз. Әдем болып көтеріліп, апара дайын болу қажет. Неке бізде уақыт өтті. Қазір бетін ашып көретін боламыз. Неке әдем болып көтерілген және массамыз біраз қоюлана түседі. Одан соң оның үстіне 2 жұмыртқамызды және ертілген сары майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Одан соң алдын ала тартып, өткізілген ұнымызды аз-аздан қосып, араластырып, қамыр жасайтын боламыз. Неке қамырымыз жұмсақ болып шықты. Бетін жауып, 30-45 минут аралығында көтерілуге алып қоятын боламыз. Одан соң біз ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант және корица қажет болады. Және 2 шай қасықта какаоды ұмытпаңыздар. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Ішіне сіздер басқа да начинка пайдалансаңыздар болады. Неке қамырымыз дайын, әдем болып көтерілген. Үстін онша баспай, 4 бұрышты етіп, жайып алатын боламыз. Қамырымыз қатты қалың да, қатты жұқа да болмауы қажет, орташа қалыңдықта жайылуы қажет. Енді оған бөлме температурасында еріген сары майымызды жақсылап жағып шығамыз. Толық ингредиенттерді, грамын, барлығын описание бөліміне өтсеңіздер, сол жерге жазып қоятын боламын. Мінеки енді жаңағы дайындап алған начинкасын сеуіп аламыз. Корица, қант және какао. Сіздер мак немесе қанттың өзін пайдалансаңыздар да жақсы шығады. Мінеки енді әдемілеп тығыздап орайтын боламыз. Орап болдық, әдемілеп. Енді жіптің көмегімен кесіп алатын боламыз. Жіппен кессеңіздер бірдей және әдем болып шығатын болады. Егер сіздерге арнам ұнап жатқан болса, арнама қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менде дәл осы рецептпен 13 үлкен синнабон шықты. Содан соң үстін жауып, тағы да 5-10 минут көтерілуге алып қоямыз. Және де қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді үстіне жағатын кремімізді дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр және сахарная пудра қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып, бірдей масса болғанша. Мінеки бізде синнабондарымыз әдем болып пісті. Көріп тұрғандарыңыздай, енді оған ыстықтайын дайындап алған кремімізді 1 ас қасықтан жағып шығамыз әдемілеп. Синнабондарды дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді әрі күшті болып шықты. Егер сіздерге видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп,
лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.